Так, жігіттер, мен автопападамыз, көліктерді көрсетіп жатырмыз, бағаларын сіздер үшін бәрі көрсін деп та. Қазақстанда үйде жатып, шай ішіп кәдімгідей Грузиядағы бағаларды көрсін деп. Сондықтан достар, еңбекті бағалап каналға тіркеліп кетіңіздер, тіркелмегендер болса, міндетті түрде. Және лайктарыңызды аямаңыздар, әдем комментарияларыңызды жаза беріңіздер. Қарашы, мына жерде не деген жетпістіктер тұр. Бәрінің бағасын көрсетеміз. Сіздерден тек комментарий, лайк, каналға тіркеліңіздер және көтерейік каналды. Міне 19 жылғы XSE көк қара қойылымдар, үсті де қара панорамный крыша. Комплектация XSE 19 жылғы $19,900. Так, 21.700 миль жүрген 2.5 көлеммен. Ерекше я түрі. $19,000, $20,000. Бұлар да растамашқа қойып алып отыр. Түсі ерекше қып-қызыл. 70-тік тұр, 19 жылғы $21,000. Растамашқа жасалып қойған екен мынаяққа. Қызыл қара люк бар. Кожа салон. Дискілері. Әдемі қара. XSE. Комплектация. Көзбен көргенде дерсік, әдем болып тұр. Іші қара кожа. Міне тағы да бар Camry 9.500 деп тұр, 12 жылғы 130 мың жүрген. Көрсетім, қара вариант айтшы. Нормально. Серебристый әдемі түс, клиенттерге қарап жатырмыз. 12 жылғы мынау. Мынау 14. Мынау түсіп береді 93-ке, 92-ке. Арты бәрі кәдімгідей соғылмаған. Алдынан кішкене соғылған бір грилас. Ол нормальный, ол ештеңе емес. Камри жетеді мына жер, тізіліп тұр. Мына 50-ті қара спорт. Ерекше қап-қара. Қара пакет. Қызыл колодка. Спорт. 9.800. 13 жылғы 2.5. 101.000 жүрген. Іштерін қара. Карбон. Мына жерлерде карбон. Там ерекше болып істелген. Артық фарлы түгел қап-қара. Еленің ба? 2 тұрба шығарып қойған. Ерекше міне елуліктер. 9.800. Растамашқа жасалмаған мынау. 10.800 мына жер. Так, мынау кешегі лупарик жігіттер. Міне моторның жағдайы қыздырып көрдік. Сәл роликтің ба дауысы бар мына бір жерлерде. Бұлай лонжерондары әдемі текстур. Пакование тоже покажи, брат, сзади. Что? Вот сюда иди. Сейчас. Мынау міне іші қазір. Кожалар көріп тұрсыздар ғой. Қара кожа. Салоннан жаңа шыққандай емес енді. Мыналар білдіреді. Мына жерлер тазалау екен кішкене. Панельдер. Так. Что? Это тоже снимать? Не надо снимать. Все нормально, да, бро? Да, все. Нет никакого удара. Удар вообще был? Не. Никакой удар нету, да? Где хочешь проверять? Все. Давай сними. Міне бәрі тап-таза арды. Мынағыда сондай асты шын. Асты да все нормально. Не, без жертв, братан. Люк бар, да? Люк работает, да? Конечно, все работают. Любой вещь работает. Осы міне кеше сұрап жатқан лупариктер. Жалпы арты бәрі. Авангард, да?
Саната 2/4 объем 15 жылғы $8,5 мың. Іші кожа. Варианттарды бәрін қарастырып отыр. Қара Саната лимитед дейді. $8,5 мың. Кнопкалармен ішін қараңыздар. Пуш-старт бәрі бар. Семечкі сақпаймыз ғой ораза. Әдемі негізі осы кузовтарда дерзкі. $2004 жылғы Lexus GX 470 $12,700. Белый жемчуг, әдемі. Шпаклевка бетінде почти жоқ десең де болады. Айдап көрдік, кәдімгідей дерзкі көлік. Ақтауға алып жатырық. Іші кожа. Барлығы әдемі, кәдімгідей жұмсақ. Көріп тұрғаныңыздай тап-таза барлығы. 4/7 көлеммен. Осындай достар, міне 470-тік сұрап жүргендер. Кәдімгі жалтырап тұр. Барлығы әдемі. Chevrolet Malibu американский нұсқа. Американдық. 1,5 объем турбо, бірақ 2019 жылғы $11,000. Қап-қара. Түрі ерекше негізі. Іші кожа, қара кожа. $11,000 19 жылғы. Қазақстанға официалды түрде қойып алуға атына көліктерді. 19 жылғы $11,000. 1,5 турбо. Subaru. Бұл Subaru $7,600. 13 жылғы. X дейді, 2.0. Екілік Subaru міне, кроссоверлер. Бағасы осындай. Артында бір көрейік. Светі ерекше екен. 4 дөңгелек деп еді бұда да. Осы бағасы. Volkswagen Passat 17 жылға міне 10,500. Пробег 34 мың, мотор 1.8 бензин. Титанканы жалтырап тұр. Кроссовер сұрап жүргендерге Santa Fe $14,700. 16 жылға 46 мың жүргенмен. 4x4 дейді. 4 дөңгелегі де тебет, 4 жетекті. Santa Fe. Бағасы осындай. Достар, лайк басып кетіңіздер. Жылы жаңа Elantra'лар. Міне мынау 16 жылғы $9,500. $7,300. 16 жылғы екілік көлем. Жемчуг түсі әдемі екен. Мына $9,900. 17 жылға. Міне де жемчуг тұр, $9,800. 19 жылғы мынау. 19 жылғы екілік объем. Фул комплектация емес, бірақ мотосалон. Жылы жаңа Elantra'лардың бағалары, достар. Сіздер үшін бәрін істеп жатыр, достар. Тағы да айта кетейін, каналға тіркеліп кетіңдер. Кім тіркелмеген болса, міндетті түрде тіркеліп кетіңдер. Әлі талай көліктің бағалары шығады. Mercedes Моңғол дей ма мынаны? Кәне әдемі екен, түсіріп кетейінші деп жолдан. $19,000. 2013 жылғы 3.5 S400 дейді. Король дороги дей ма? Іші қара кожа. Кілтпен қызат. Нормально екен, жағдайы дейтін бар ма? Жалтырап тұр. Гибрид дейді ғой мұны, гибрид. Бағасы $19,000. Ана қасында Мерстер. Кіп кішкентай. Бір есікті.
Бағасы 14.800 дейді. Мерседестер ерекше дизайндары. 12 жылға 1.8 дей ма, турбо ғой мына онда, SLK. Ішті қара, салон. Осылай достар. Комментарий, лайк, тіркеліп кетіңіздер міндетті түрде. Мына BMW $12,000. 14 жылға екілік. Мыналар $10,000 сондай бағалары. Бестік. BMW 5. Так, RX 2004 жылға. Давай, почисти. 3.3 объем, $8,000 мына жердегі бағасы. 2004 жылға енді просто мына жерлерде бар кішкене. Енді без этого болмайды ғой. Ескі көлік. Сосын крилада бар кішкене. Бірақ огонь, ну. Отқа от. Жан тұрған. Дерске бәрі. Жалпы осындай кроссоверлер іздеп жүрген жігіттер болса, қыздар болса, состояние нормальный негізі. Мыналарда қатты емес, ну, болады, ну. Жыртылып атқан жоқ. Люк бар, бәрі жасап тұр. $8,000, так $10,600 осы Ақтауға барады. Дерзкий вариант. Еще арты немен жабылады, кнопкамен. Бәрі жасап тұр. Осы жігіттер, давайте. Нөмір қалдырам, если что, сұрақтар болса, сояққа WhatsApp-қа шығыңыздар. Алейкум ассалам. Міне лупарик, жігіттер. Таза жапондық. Мотор міне 3.2, 4.3. $5,800 мына жердегі бағасы. Міне Japan оригинал левый руль, 2000 жылғы 4.3. Көрдіңдер ғой? Состояние жақсы лупариктер қымбаттау сәл. 4.3. Дерзкий жанып тұр. Мотор тап-таза, ешқандай май жоқ. Және айтқандай жаңағы мен де көрсетіп жіберейін, братала. Opel Astra. Осы арзан көліктер осы міне. Арзан көліктер қандай деп сұрап жүргендер. Мынау $3,800 мына жерде. Моторын қараңдар міне таза. Жанып тұр ғой. 2002 жылғы. 1.6 объем. Мынау арты жоқ тұр, хеджбек. Осы міне достар арзан көліктер. Так, міне кроссовер сұрап жүргендерге Hyundai Santa Fe. Идеальный болды. $13,200. 15 жылғы екілік дейді бірақ. Турбо. 77 мың жүрген. Енді бізде қазақта білмеймін, турбо деген машинді ұнатпайды ғой әйтеуір. Проблема көп деп ойлайма. Нормальный негізі мыналарда ұшады. Екі төрттерінен жақсы сияқты айта жүрістері. Kona дейді, Tucson. Так, мынаяқта да бір Santa Fe тұр. Tucsonның бағасы бар ма екен, көрейікші. 7300 дейді. 2.4-12 жылғы 155 мың жүрген. Іші так кожа мата араласқан. Комбинированный. Tucson бағасы осындай. Үстіне $1000 қосылады жер. Так, мына Santa Fe'нің бағасын көрейік. 19,600, 19 жылғы мынау. 33 мың жүрген 2.4. Әдемі түрі. Мынау басқа кузов кішкене анаған қарағанда. Так, мына Tucson'ны көрейік мынау. Мына кузовпен келген Tucson'дары. Так, баға жоқ екен өкінішке орай. Түрлері дерзкі де. Nissan X-Trail $4,500. Әдемі екен, 2005 жыл. Тап-таза әдемі. $4,500 дейді. Іші кожа салон. Не, осындай көліктердің бағалары. 2003-тің міне E500 бестік объем. 211 кузов.
Панорама да? Панорамасымен $4500 дейді. Кәдімгі қап-қара жанттық полировканы өлтірген. $4500 титанканы қарашы әдемі. Там вот там друг. Әне. 2003 дорой стайлинг. Кожа. Рожа. Газ баш? Арылдап тұрған. 4500.